Түнімен жұмыс істепсің ғой. Бұл не екен өзі? Жарайды, Жақсы. қайда кеттік? Барлаушылардың көзіне түспейік. Өтінем, мынаны айтшы. Бір сұрағым бар. Мұнараны не үшін салдың? Бізде бобатты құндыз бар. Салған бөгеттеріне 3 қысқа жететін азық жинап қойған. Сонымен бірге суырлар да тастанын салып, қысқа ұйқыға кетеді. Ал мысық торғайлардың ілініп тұратын ұяларын айтсаңшы. Сондай керемет көрініс. Бірақ менің ойымша, сен азық жинамайсың, қысқа ұйқыға кетпейсің, ұя да салмайсың. Айтшы, мұнараның керегі не? Болды, арылдай бермеші. Маған бір ой келді. Граф! Я, енді сені граф деп атайым. Эй! Тағы да мұнара саласың ба? Ал бастамас бұрын мынадай ұсынысым бар. Жұмысыңды аздап жеңілдетіп берейін бе? Күнне салшы енді. Олай болса, сиқырлы тозаңның қызығын бізде көрейік. Жүре ғой. Міне керемет. Ханымдар мен мырзалар, алдарыңызда алқаптағы мұнара салу жарыстарының 3 дүркін жеңімпазы, күшті де керемет граф. Ол өзінің кішкентай, бірақ епті қарсыласын жеңе ала ма? Бірақ ережені бұзды. Перизат жеңеді. Перизат! Мәссаған. Міне, қараш қандай әдемі. Абайлаңдар! Қабат деген ай. Тас ана жақтан ұшып келді ме? Дәл солай. Фауна болмағанда тас бәрімізді жапырып кететін еді. Масқара болар еді. Фауна? Граф, біздің тезірек қашуымыз керек. Өтінем, граф, қайдасың? Граф! Тасты қоя тұр, қашып кеткенің жөн. Граф! Никс. Сілекей ғой. Жоқ, граф, ол жаққа емес. Кетейік. Жарайды, жаңа ойын, граф. Перизатты ұста деп аталады.